33-ші есеп. Түйе 3 күн бойы шөл даламен су көзіне келе жатты. Бірінші күні ол барлық жолдың 40%-ын, ал екінші күні бірінші күнде өткеннің 3/2 бөлігін өтті. Егер ол үшінші күні 30 км жүріп су көзіне жетсе, сонда барлығы 3 күнде өткен жолды табыңыз. Бұл есепті шығару үшін біз былай жазып алайық. Бірінші күн, екінші күн және үшінші күн. Бірінші күні түйе барлық жолдың 40%-ын жүрсе, және біз оның барлығы қанша жол жүргенін білмесек, біз x-ті барлық жол деп белгілейік. Онда барлық жолдың 40%-ы дегенді біз 100-ден 40x деп жаза аламыз. X-тің 100-ден 40 бөлігі, немесе барлығының 40%. Ал екінші күні бірінші күнде өткеннің 3/2 бөлігін өтті дейді. Ендеше екінші күні ол бірінші күні өткені 100-ден 40x, осының 3/2 бөлігін өтті дейді. Егер ол үшінші күні 30 км жүріп, яғни үшінші күні 30 км жүріп, су көзіне жетсе, сонда барлығы 3 күнде жүрген жолды табыңыз дейді. Бізде бірінші күні жүрген жолы бар, екінші күнде жүрген жолы бар, үшінші күнде жүрген жолы бар. Және осы жолдардың барлығын қоссақ, 3 күнде жүрген жолды қоссақ, ол бізге барлығын береді. Ал біз барлығын x деп белгіледік. Ендеше біз қарапайым теңдеу құраламыз. 100-ден 40-ты 10-нан 4 деп жазайық. 10-нан 4 x 0-дерін қысқарт. Қосылған, мұнда да 0-дерін қысқартайық. Онда екінші бөлшегіміз біздің 30-дан 8x болады. Қосылған 30 тең x-қа. Енді осы теңдеуді шешу керек. Ортақ бөлім берейік. Сонда 30-дан 12 қосылған 8 20x болады. Қосылған 30 тең x-қа. 30 тең x азайтылған 30-дан 20x. Белгілерін бір жаққа, белгістерін бір жаққа жинақтаймыз. X-тің алдында бізде бір бүтін бар. Біз ол бір бүтінді 30-дан 30 деп жаза аламыз. Онда мынау азайтуымыз бірге 30-дан 10x-ті береді. Осы жерден біз x-ті табу үшін 30-ды бөлеміз. 30-дан 10-ға, 30-ды көбейтеміз 10-нан 30-ға, 30-дың бөлімінде 1 бар, 30 пен 10-ды қысқартайық, мұнда 3 болады, сонда x тең 90 км. Біз x деп барлығын белгілегенбіз, демек 3 күнде жүріп өткен барлық жол 90 км. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы.